Бүгін күнделік жүйесі арқылы бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізу бойынша нұсқаулықты ұсынамыз. БЖБ-ны өткізу үшін біріншіден нұсқаулары бар дайын файлдарды дайындау қажет. Ол үшін арнаулы қаптаманы жасап, және де бар сұрақтарды екі немесе одан көп нұсқаға бөліп, файлдың атауын өзгерту қажет болады. Яғни, файлдың атауы өзінің нұсқасына сай болуы тиіс. Бұл мұғалімге шатаспауға мүмкіндік береді және де қамтамасыз етеді. Файлдарды дайындап болғаннан кейін, яғни АКТ 4-ші тоқсан 2-ші нұсқа 1-ші нұсқа ретінде жасап болғаннан кейін, оны күнделік жүйесіне үй тапсырмасы ретінде беру қажет. Беру үшін күнделік сайтына өтіп, мектеп жұмыс үстеліне өту қажет. Өткеннен кейін пәндер мен сыныптар блогында сабақтар ұяшығына басу қажет. Басқаннан кейін күнтізбелік жоспарлау ашылады. Қажетті сабақтың жанындағы сабақ парақшасына өту қажет болады. Ол үшін күннің үстіне басып, үй тапсырмалары парақшасында үтік қосу батырмасына басу қажет. Басқаннан кейін үй тапсырмасының мәліметтері блогында тексеруді қажет етеді және де нәтижелері бар файл қажет, баптауларын орнату қажет. Не берілді блогына қажетті мақаланы енгізу тиіс. Мысалы, арнаулы жаттығу ретінде жаттығулардың номері, мақалалары болмағандықтан, сіз АКТ пәні бойынша БЖБ өткізу, орындау уақыты, мысалға 20 минут, жауапты үтті парақшасына бекіту қажет ретінде мақаланы мәтінді енгізсеңіз болады. Минутпен есептегендегі орындау уақыты, мысалға 20 минут деп енгізу қажет. Ары қарай файлды бекіту батырмасына басып, алдын ала дайындап қойған нұсқаны таңдау қажет болады. Файлды таңдап болғаннан кейін, оны бекіту батырмасын басу арқылы күнделік жүйесіне енгізу қажет. Тек қана оқушылардың бірінші нұсқасы бойынша сұрақтарға жауап беретін оқушыларды таңдау үшін сақтау және әзірше бермеу батырмасына басу. Басқаннан кейін үй тапсырмасы беріледі, орындау уақыты тұрады және де сіз бекіткен файл тұрады. Кімге берілді блогында оқушылардың аты жөндері тұрады. Осы жағдайда тек қана бірінші нұсқаға жауап беретін оқушыларды құсбелгімен белгілеп шығу қажет. Осы жасаған үй тапсырма тек қана таңдалған оқушылар бойынша беріледі. Белгілеп болғаннан кейін таңдалған оқушыларға жіберу батырмасына басу қажет. Басқаннан кейін үй тапсырмасы тек қана бірінші нұсқаға жауап беретін оқушылар парақшасына беріледі. Екінші нұсқаны үй тапсырмасы ретінде беру үшін күнтізбелік жоспарлауға қайта өтіп, сабақ парақшасына өту қажет. Сабақ парақшасына өткеннен кейін үтіп қосу батырмасына басып, деректерді енгізіп, минутпен орындау уақытын енгізгеннен кейін файлды бекіту басуды қажет. Басқаннан кейін екінші нұсқаны таңдап, сақтау және әзірше бермеу батырмасына басу тиіс. Екінші нұсқаның файлын бекіткеннен кейін, екінші нұсқаға жауап беретін оқушылардың аты жөндерін таңдап, таңдалған оқушыларға жіберу батырмасына басады. Басқаннан кейін тек қана таңдалған оқушылар бойынша үй тапсырмасы берілетін болады. Үй тапсырмаларды бергеннен кейін сыныпқа қосымша түрде хабарламаны жасау қажет болады. Хабарламаны жасау үшін мектеп менің сыныптарым қойындысына өтіп, сыныптың атауына басу қажет болады. Басқаннан кейін хабарландырулар парақшасында жазбаның мәтінін енгізу қажет болады. Мысалы, құрметті оқушылар, мамыр аралығында біздің сыныпта БЖБ өткізу кезеңі басталатынын хабарлаймыз. Жақын арадағы өтетін өткізу кестесін енгізу қажет болады және де файл ретінде БЖБ өтетін кестені енгізуге болады.
файлды бекіткеннен кейін хабарламаны жіберу қажет болады. Хабарламаны жібергеннен кейін қанша пайдаланушы, яғни сыныптың қатысушылары қанша рет көрді және де кім көргенін тексеруге болады. Яғни бұл оқушылар және де ата-аналар. Осы батырманың үстіне басқан уақытта кім көрді және де кім көрмегені туралы ақпаратты тексеруге болады. Қажет болған жағдайда ата-аналар мен оқушыларға ақпаратпен таныстым деген хабарламаны жазуды сұрауға болады.